Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте пайдалы, дәріменге толы салаттың рецептісін ұсынамын. Кімде қаназдық белгісі болса, осы салатты тұрақты түрде пайдалансаңыздар, қаназдық проблемасы болмайды. Және де қызылшаңыз 20 минуттың ішінде піссін десеңіз, қызылшаның сыртқы қабығын ашып, жуып алғаннан кейін оны жұқалап турайтын боламыз. Яғни мен салатты 4 бұрыш пішінде турайтын болғандықтан, соған сәйкес турап аламын жіңішкелеу етіп. Сөйтіп мантаваркамызға барлығын салып аламын. Яғни қайнап тұрған суда 20 минут 25 минуттың ішінде біздің қызылшамыз тез пісетін болады. Осы әдісті пайдаланып көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Мінекей біздің қызылшамыз дайын болды. Толықтай суытып алыңыздар. Енді әрі қарай осы қызылшамызды 4 бұрыштап турайтын боламыз. Барлығын жақсылап 4 бұрыштап, жіңішкелеп, әдемілеп турайтын болсаңыздар, дастарханға қойған кезде өте әдемі әрі сәнді көрінетін болады. Барлығын біркелкі турауға тырысыңыздар. Мінекей барлығын осылай турап алдық, енді ыдысымызға салып аламыз. Достар, осы жерде ескеретін бір жайт, егер достыңыз қызарып бірнеше күн жүрмесін десеңіз, қызылшаны турап болған сәттен бастап салқын суға жуып алсаңыздар, ешқандай қызарып қалмайтын болады. Қызыл пияз қосу міндетті емес, оны да егер қосатын болсаңыз, жіңішкелеп жұқалап турап алуға кеңес беремін. Бірақ та қызыл пиязды қоспасаңыздар да болады. Көк пияз және петрушканы да сақтап тураймыз барлығын. Қызыл пияз үйде болғандықтан қосып жатырмын. Сондықтан өз қалауыңызға қарайсыздар. Бұл жерде укроп қолдануға да болады, бірақ та петрушкамен ерекше дәмді болады. Және де бір дана сарымсақты үккіштен өткізіп алдым. Барлығын қосамыз. Жүгерімізді де қосамыз. Және лимон шырынын жақсы шығу үшін бетін осылай пышақпен не істеп аламын да, осылай жақсылап сығатын боламын. Қалауымыз бойынша тұз, қара бұрыш қоссаңыздар болады. Және де сұйық май немесе оливковый масло болатын болса, осындай содан да қоссаңыздар болады. 1,5 қасықтай мен оливковый масло қосатын боламын. Енді жақсылап барлығын араластырамыз. Дастарханға бірден ұсынсаңыздар да болады бұл салатты. Немесе холодильнигімізге 15-20 минутқа қалдырсаңыздар да болады. Мен бірден ұсынамын. Достар, егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.